Қыздар, мінекей біз мынау 1, 2, 3 жолақ тоқылып тұр, бірақ осы 3 жолақтың екінші қатары, мінекей толықтырылып тұрған қатарын тоқып келе жатамыз ғой. Осы жерде енді бізге тесік істеу керек болады, бауды өткізетін. Ол үшін басынан 1, 2, 3, 4, 5 петля қалдырамыз да. Алты петля даже қалдырасыздар. Мінекей мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля қалып тұр да. Осы мынау 6-шы петля тоқылмайды. Қазір мінекей бір воздушный петля тоқимыз осы 6-шы петляның үстіне. Мінекей мынау 6-шы петля тоқылмайды да, мына жерге 5-ке түседі. Бір воздушныйдан кейін мінекей 5, 4, 3, 2, мына жерде соңғы 1. Осылай бізде 3 жолақ аяқталып тұр, е? Бір воздушныйын тоқып бет көтеріп қояқ. Мінекей біз қазір мына жерден бір тесік істедік, мінекей көріп тұр ғой. Бұл біздің бау өтетін жер. Енді біз мінекей мынаның бір жағын бітірдік, екінші жағына кеп тұрмыз. Екінші жағында да тура солай. Петляға кіргізіп аламыз. Одан кейін бір воздушныймен мына жағы аяқталып тұр ғой. Қараңыздар, біреу кетті, е? Екеу. Мен шамалы көрінсін деп әдейі камераны жақындатып қойдым. Петлялар көрінбейді алыстан болса. Екеу кетті, е? Мінекей мынау үшіншісі. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Мінекей бесеуін тоқыдық. Басында екінші жағы. Енді бұл тағы да бір воздушный петля тоқимыз да. Мынау тұрған 6-шы петляны тоқымай, мынау 7-шіге әрі қарай тоқып кетеміз. Осылай әрі қарай жалғасып кете береді. Мына жерді қазір қатардың соңына дейін тоқып, 2 соединительный петля болып, одан кейін мына жерге келіңіздер. Сол жерде жаңағы воздушный петляны қалай тоқиды, соны көрсетіп жіберемін. Мінекей мен жаңағы воздушный петляға дейін қайтадан обратный тоқып келдім. Енді әрі қарай көріп тұрсыздар, мынандай тесік пайда болып тұр. Осыны мынау тесікке салып тоқсаңыздар да болады былайнан. Көрдіңіздер ме? Өзі бау өтетін болып тұр. Болмаса, жаңа бізде воздушный петля болды ғой. Сол воздушный петляға өткізсе де болады, бірақ бау бізде үлкен болады. Сондықтан осылай кіргізіп тоқса, ана тесігі шамалы үлкен болады. Осылай әрі қарай тоқып кете бересіздер. Мен бірінші аяқ киімде просто мына воздушный петля болды, соның өзіне тоқығам. Екіншінде осылай тоқыдым. Шамалы үлкендеу болды да несі. Мен біріншісінде қорықтым, өйткені ана бауды кіргізіп шығарып, ана жуғанда соның неғыса кіріп шыға берсе, мына ортасы созылып кете ме екен, люверсі жоқ қой, ашылып кете ма деп қорықтым да. Сөйтсем ашылмайды екен, ол тастай болады екен, бұл жіппен, жібек жіппен ешқандай да не созылмайды екен. Мінекей қыздар, соңғы қатарда соңғы петляны тоқып жатырмын мен қазір. Қазір бір воздушныйын тоқимыз да. Енді мына келесі бетіне өтеміз. Келесі бетінде де тура осылай, мана біз бір воздушный петлямен бір тесікті істеп қойған болатын бізде. Енді сол тесікті тура жаңағыдай мынау екінші жағын қалай тоқыдық, оны да тура солай тоқимыз. Кішкене көрсетіп жіберейін. Мінекей екінші петляға тоқыдық, үшінші петляға тоқыдық, төртке тоқыдық, беске тоқыдық. Енді алтыншы мінекей сол тесігіміз тұр. Алтыға арқасынан өткіземіз да. Полностью тесікке кіргізіп, мінекей тоқылды. Әрі қарай 7, 8 әрі қарай тоқылып кете береді. Манағыдай тура мына жерге дейін әкеліп тоқимыз.
2 соединительный жасап қайтадан тоқи береміз. Қыздар, осылай көрдіңіздер, иә, тесікті қалай шығаратынымызды көріп алдыңыздар. Енді осындай әрбір 3 жолақты тоқыған кезімізде 3 жолақ сайын мынау баулардың өтетін тесігін істейміз. Міне байқадыңыздар ма? 1 2 3 бау бар. 1 2 3 бау бар. 1 2 3 бау бар. Осылайнан әр 3 қатар сайын тек 3 отверстие істейміз да. Сонымен 12 жолақ болған кезінде 12 жолақпен аяқтаймыз. Еш нәрсе істемейміз, тек 12-ші жолақпен аяқтайтын боламыз. Солай аяқтап жіберіңіздер. Одан кейін тағы да артын тоқуды көрсетем. Одан кейін мынандай өрнекті қалай тоқиды, соны көрсететін болам. Тура осылай, қыздар. Мынау аяқ киімде де аяқталған жоқ. Былай қарай өрнегі жалғасып, мына жерден келіп аяқталады. Сол жерге дейін тоқып көрсетемін. Қазір енді сіздер мінекей мынау жолақты толықтай аяқтайсыздар. 12 жолақ бар. Әр 3-тен кейін тесігін салып, осылай аяқтаңыздар. Видеоны көбейте бермейін. Өздеріңіз қарап отырып тоқи берсеңіздер болады. Барлығы столбики без накида, просто столбик тоқып кете бересіздер. Тура осылайынан аяқтаймыз, одан кейін артын тоқимыз.